Менің жасым қазір 35-ке таяп қалды. Өзімді өмірді азды-көпті түсінетін адам деп ойлаймын. Қарапайым отбасылы ер адаммын, бірақ мынандай жеркенішті қиын жағдайға тап боламын деп ойламаппын. Әйелім жүкті, бір қарағанда бұл жақсы жаңалық сияқты. Біреу не болды, қуанбайсың ба деуі мүмкін, бірақ қуанышты ештеңесі жоқ, себебі баланың әкесі мен емес. Түркияда жүргенде ол жақтан біреуден жүкті болып келді, шамасы түрік болу керек. Бұл сапарға менімен емес, ұлымыз Манаспен кеткен еді. Егер арамызда бұрыннан түсіністік болмаса, егер біз бір-бірімізге суып кеткен болсақ, онда түсінуге болар еді. Бірақ жоқ, біз әрдайым тату болдық. Мен оған сенетінмін. Тіпті бұл демалысқа да өзім жібергенмін. Бар сырды ашып қойған ұлымыз. Кездейсоқ бір ауыз әңгімесі мені ойландырып тастады. Сөйтіп жай ғана көңілсіз емес, тіпті арандатушы оқиғаға тап болдым. Ешқандай ерекшелігім жоқ, қарапайым қазақ жігітімін. Атым Ербол. Алғаш рет жас кезімде әскерден бірден үйлендім, әскерден кейін бірден үйлендім. Бірақ көп ұзамай әйелім екеуміз бір-бірімізге сай еместігімізді түсініп, бала болмай жатқанда тып-тыныш ажырасып кетейік деп ажырасып кеткен едік. Бірақ мен ұзақ жалғыз жүрген жоқпын. 2-3 айдан соң болашақта бірге отбасы құрғым келетін адамды кездестірдім. Оның есімі Айым. Дәл осы бүгінгі әңгіменің басты кейіпкері. Біз ұзақ жүрген жоқпыз. Көп ұзамай үйлендік. 3 жылдан кейін Манас дүниеге келді. Содан бері әдеттегідей өте берді. Ипотека, көлік, кредит, жұмыс, демалыс, балабақша. Кейде мен достарыммен кездесетінмін, кейде ол құрбылармен кездесетін. Бәрі бір қалыпты, ойдағыдай болып өтіп жатты өміріміз. Мен ешқандай опасыздық жасап, оның үстінен қыдырған емеспін. Айым да ондай нәрсеге күмәнданған емеспін. Бірақ осы уақытқа дейін ондай менде ой болған жоқ. Бәрін өзгерткен жаздық демалыс. Жазда біз бәріміз бірге теңізге барып, демалып келеміз деп жоспарлағанбыз. Түркия, Айым дәл осы елді қалады. Мен өз еліміздің батысына барып демалғым келген теңізге. Бірақ ол Түркиядағы мектепте құрбым бар, Түркияда түрік күйеуімен тұрады деді. Қырсыққанда күтпеген жағдайға тап болдым. Жұмыстан шұғыл тапсырма шығып, бастықтар объектім мерзімінен бұрын тапсыруым керек болды деп менен демалысты алып тастады. Мен де билетімді қайтаруға мәжбүр болдым. Үйге көңілсіз күйде келдім. Айымға бара алмайтынымды айттым. Ол біраз ойланды да, біз өзіміз бара береміз, Манас екеуміз деп сөзін тоқтатты. Сенің билетіңді қайтарамыз деді. Қалай сонда сенсіз? Бөгде елде кішкентай баламен. Жоқ, олай болмайды дедім мен. Ал енді қайтеміз? Билеттің бәрін қайтармайтын шығармыз енді. Өзім де сен сияқты демалысқа зәрумін. Онда менің құрбым бар деп қарсыласты. Неше күн айтыстық. Ақыры мен көндім. Қазір ойласам қандай ақмақ болғанмын. Неге өз дегенімде тұрмадым екен? Сапарға шығардың алдындағы түні Айым заттарын жинап, құжаттарын тексеріп жүрді. Мен болсам кәдімгідей еркекше, ең болмаса жолға шығарда бір-бірімізге жақын болайық дедім. Бірақ ол қысқа қайырды. Қазір болмайды, менде күндерім келіп тұр деді. О, қырсық деп ренжідім. Тағы ренжіп қалдың ба? Жалғыз баламен ұшайын деп жатырмын, ал сен болсаң жақындық сұрайсың деп ол ашуланды. Сөйтіп олар ұшып кетті. 3 апта демалыс. Мен оларды жай ғана шығарып салдым. Ал олар оралғанда мүлдем басқа оқиға басталды. Демалыстан оралғанда бәрі жақсы болатын. Демалып, күнге күйіп, қуанып қайтады деп. Бірақ Айым үйге оралғанда менің өмірім төңкеріліп түсті. Ал шындықты ашқан Манас болды. Бала ғой, байқамай бір ауыз сөз айтып, бәрін әшкереледі. Оралуларына 3 күн қалғанда әйелім кенеттен телефон соқты. Ербол, маған құрбым тағы 2 апта қалуымды қалап отыр. Билеттерді ауыстырып, қалайынша тағы да Манасқа қатты ұнап жатыр. Өзі мәз, күнге күйген, жеміс жеп тойып жүр.
Мен жұмысқа да айтып сөйлесіп қойдым. Жарайды дедім қысқа ғана, бірақ іштей бірдеңе дір ете қалды. Осы 2 аптада зыр етіп өте шықты. Сол күні жұмыстан асыға келіп, олардың келуін күтіп, тіпті үйді де жинап қойдым. Баламды, әйелімнің қамқорлығын, жанұямның тыныштығын қатты сағындым. Қарапайым нәрселердің қадірін жоғалтқан кезде ғана білесің ғой. Манасым расымен де бақытты болып оралды. Күнге күйген, бойы өскен, әсерге толы. Ал айым бөтен адамдай болып өзгеріп келді. Көзге тура қарамайды, суық сөйлейді, жымиюы да жоқ. Ұшақтан шаршаған шығар деп ойладым. Бірақ ол өз-өзіне келмеді. Керісінше тіпті алыстап кеткендей. Сол сәтте ішімде бір түйме басылғандай болды. Мұнда бір гәп бар. Алғашқы 2 күн үндемедім, бақыладым. Бірақ одан ары үндемей жүруге шыдай алмайтынымды түсіндім. Ол менен қашқақтайды. Жақындағысы да келмейді. Бұл жай ғана шаршағаннан емес. Бұл жерде точно бір гәп бар екенін түсіндім. Бір күні қонақ бөлмеде телефон қарап отырғанмын. Манас анасына жақындап ас үйде сұрап тұр. Мама, ал Мехмет Түркияда қала ма? Бізге келмей ме? Не деп жауап бергенін естімедім. Бірақ қаным басыма шауып ас үйге жетіп бардым. Ол маған арқасын беріп, кастрөлмен айналысып тұр екен. Мехмет деген кім? Деп жайлап, бірақ ішім күйіп бара жатыр. Қандай Мехмет? Дәл сен күлімсірегендей болды. Бірақ маған қарамады. Жаңа ғана Манас Мехмет жайлы сұрады ғой деп даусымды көтере бастадым. Ол құрбымның көршісі ғой, бізге ешқандай қатысы жоқ деп айым кастрөлге үңіліп тұр. Осы кезде ол бір сәтке қатып қалды. Аузына қолын апарып, кенеттен мені теріп жуынатын бөлмеге қарай жүгірді. Сол сәтте бәрі байланса бастады. Бір нәрсе дұрыс емес, айдан анық. Ойлана бастадым. Олар ұшып кеткен күні, дәл сол күні күндері басталған кез еді. Ал қазір 5 аптадан асып кетті. Демек жүктілікті жоққа шығара алмаймыз. Айым тамақтан улану деп түсіндіргісі келді. Бірақ ішімде бір күдік өрттей өршіп жатты. Кешке ұйықтаған болып, бірақ көз ілмедім. Келесі күні жұмысқа барсам да ештеңеге көңілім бөлінбеді. Сол кеште шешім қабылдадым. Бәрін ашық сұрауға бел будым. Айым, сен жүктісің ғой, деп тура сұрап ас үйге кіргенде. Жоқ, деді ол көзіме қарап. Сен не мені ақымақ деп ойлайсың ба? Деп жуынатын бөлмеден тапқан жүктілік тестін алып шығып. 2 сызықтың не екенін маған түсіндірші онда. Ой, деп қалды абдырап. Үнсіздік орнады, арамызда ауа тарылып кетті. Төзімім таусылды. Ал енді не айтасың, мойындайсың ба жүкті екеніңді? Ол көзімнен төмен түсіріп, сәл үнсіз тұрып, ақырын басын изеді. Жүкті болсам не болыпты? Кімнен, дедім. Ішімде мұздай толқын қарқып өткенін сезіп. Сенен ғой, Ербол, не сандырақтап айтып тұрсың, деді ол қолға алғысы келгендей. Бірақ үні дірілдеп тұр. Шынымен бе? Ол күндермен есептейік. Ал сен өзіңді ұстауы мүмкін болмады. Сен демалысқа кетерден 2 апта бұрын біз бірге болмадық. Іс-сапарда болдым, сосын сенің күндерің басталды. Ал демалысқа сен сол кезде шықтың. Содан бері 5 апта өтті. Айтшы, мен ақымақ болсам да, мұның маған тиесілі екенін қалай дәлелдейсің? Кеудемді ашуыза толып тұр. Өтірігі ашылған соң миым енді ғана шындықты мойындауға мәжбүр болды. Бұл сатқындық, енді бұл жай күдік емес, бұл факт. Айымға қарадым. Ол төмен қарап қолындағы сүлгіні мыжғылап тұр. Енді бетіме қарауға қорқып тұрғаны анық еді.